Колонияның тамыры. Bunu егуден алдын оятып алып еккен мощный шығады. Қазір көрсетемін қалай істеу керек. Мындай грунт аламыз. Пакетке саламыз. И мына қаламшаны пакеттің ішіне саламыз. Кішкене грунт, тағы қаламша. Осылай салып, мына грунт влажный болу керек, шылғылдаған қатты влажный да болмайды. И осылай пакетті жауып, 5-6 жерінен тесеміз де жылы жерге қойып қоямыз. Bir аптада мына қаламшалар бүршік атып шығады. Одан кейін стаканчикке егіп тастаймыз. Бүгін 2 февраль. Bir аптадан тағы видео түсіріп жіберемін. Оянған қалай болатын қаламшаларды.